Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен буферлік ерітінділермен танысамыз. Буферлік ерітіндінің маңызы өте жоғары. Оның қасиеті, буферлік ерітінділердің қасиеті, ол аздаған мөлшерде қышқыл немесе негіз қосылған жағдайда бұл ерітіндіге ол өзінің pH мәнін елеусіз ғана өзгертетін қосылыс ерітінді. Яғни ол сол pH мәнін тұрақтыға жақын сақтап отырады. Мәселен, буферлік ерітіндінің екі түрі болады. Қышқылдық, әлсіз қышқылдық. Және әлсіз негіздік. Яғни, тізбек түрінде көрсететін болсақ, буферлік ерітіндінің pH-ы шамамен 7,5 болсын. Оған аздаған мөлшер қышқыл немесе негіз қосатын болсақ, онда 7,5 pH елеусіз ғана өзгереді. Мәселен, 7,51 немесе 7,49. Яғни, бір ерітіндіге, оның pH-ы белгілі, ерітіндіге қышқыл немесе негіз қосқанда оның pH-ы елеусіз өзгеретін болса, оны біз буферлік ерітінді деп айтамыз. Егерде суды алатын болсақ, судың pH-ы бізде таза судыкі 7-ге тең. Егерде оған бір тамшы қышқыл тамызатын болсақ, оның pH-ы күрт өзгереді. Егерде бір тамшы күшті қышқыл қосатын болсақ, хлор, pH-ы бірден 3-ге немесе 2-ге түсіп кетуі мүмкін. Егерде оған бір тамшы әлсіз қышқыл қосатын болсақ, онда 5-ге 6-ға түседі. Алайда, буферлік ерітіндіге 1-2 тамшы қышқыл немесе негіз қосатын болсақ, оның pH-ы аздаған мөлшер ғана өзгереді. Міне оның ерекшелігі. Бұл өте маңызды құбылыс. Себебі тірі ағзаларда pH-тың мәнін сақтау өте маңызды. Себебі біздің ағзамыздағы көптеген нәруыздар, ферменттер, олар белгілі бір pH-та ғана өзінің активтілігін көрсетеді. Мысалыға, қанның pH-ы шамамен 7,5-ге жақын. Егер қанның pH-ы одан қатты өзгеретін болса, яғни 7,5-тен 8,5-ге немесе 6,5-ге түсіп кететін болса, онда қанның құрамындағы белоктар, оның ішінде гемоглобин, эритроцит, тромбоцит, тағы да басқа ағзалар өзінің активтілігін тоқтатады. Активтілігін тоқтату дегеніміз не? Яғни қозғалмайды, тіршілік көзін көрсетпейді. Яғни өледі десек болады. Ал қанның құрамындағы нәруыздар өлетін болса не қылады? Ол өзінің тасымалдауын, яғни оттектің тасымалын тоқтатады. Оттектің тасымалы тоқтататын болса не болады? Ұлпаларға, жасушаларға оттек бармайды. Ең біріншіден ми біздің өшіп қалады. Ми өшсе не болады? Барлық ағза өшеді. Яғни қанның құрамындағы pH-тың күрт өзгеруі ол бүкіл дененің, ағзаның тоқтауына себеп болады. Сондықтан қан бізде pH-ын қатты өзгертпеуі тиіс. Оған буферлік ерітінді себеп болады. Яғни біздің қанымызда буферлік ерітінді бар. Қан буферлік ерітінді. Оның қандай буферлік ерітінді екенін қазір кейін қараймыз. Енді бізде екі түрлі буферлік ерітінді болады. Ол әлсіз қышқылдық және әлсіз негіздік. Бірінші әлсіз қышқылдық буферлік ерітінді алайық. Оның құрамында не болады? Құрамында әлсіз қышқыл болады. Мысалға, сірке қышқылының буферлік ерітіндісін айтайық. Дайындадық. Сірке қышқылының буферлік ерітіндісінің құрамында сірке қышқылы болады және оның ерімтал тұзы болады. Мысалға, натрий ацетаты. Яғни, сірке қышқылы және оның ерімтал тұзының қоспасынан біз буферлік ерітінді дайындайды екенбіз. Және ол қалай жұмыс істейді? Екі қосылыс қосылған кезде сулы ерітінді, әрине.
сулы ерітінді қосылған кезде олар белгілі бір дәреже диссоциацияланады. Екеуі екі түрлі. Яғни сірке қышқылының диссоциациялануы әлсіз қышқыл болғандықтан ол CH3COO минус, яғни ацетат және H+қа диссоциацияланады. Әлсіз қышқыл болғандықтан қайтымды реакция болады, яғни кері қарай реакция жүріп отырады. Нәтижесінде аз ғана мөлшер, сірке қышқылының аздаған ғана мөлшері ғана диссоциацияланып, көп бөлігі диссоциацияланбаған күйде, яғни осы сірке қышқылы формуласында қалады. Сонда жүйеде, ерітіндіде сірке қышқылы көп болады, мына иондар аз болады, өте аз болады. Енді натрий ацетатын қарастырайық. Натрий ацетатының сулы ерітіндісі суда диссоциацияланған кезде бұл ерімтал тұз болғандықтан толығымен диссоциацияланады. Яғни 100%-ға жақын CH3O минус және натрий плюс. Бұл ерітіндіде, яғни осы жүйеде натрий ацетаты еріген кезде мыналар толығымен диссоциацияланады. Толығымен диссоциациялану нәтижесінде олардың концентрациясы өте көп болады. Ал натрий ацетаты осы күйде болмайды. Барлығы ыдырап кетеді. Сонда нәтижесінде буферлік ерітінді не болады? Буферлік ерітіндіде көп мөлшерде әлсіз қышқыл болады, және оның, яғни қараңыздар, бұлар аз болғандықтан оларды елемейміз, натрий ацетаты болмайды, онда елемейміз, ацетат ионы көп болады. Сонда қышқыл және оның ионы, қышқыл қалдығы болады екен. Осы екі негізгі компонент әлсіз буферлік ерітіндіні жұмыс етеді, яғни буферлік қызметін атқарады. Яғни бұған енді қалай қызмет атқаратын көрсетейік. Бұған қышқыл қосып көрдік. Аздаған қышқыл қостық H-хлорды. Өте аз мөлшерде, көп мөлшерде құйған кезде буферлік ерітінді сақтау қабілетін жоғалтады. Себебі ол аз мөлшерде ғана жақсы тиімді жұмыс істейді. H-хлордың кішкене 1-2 тамшысын құйған кезде ол бізде H+ ионы және хлор минус ионы ыдырайды. Нәтижесінде H+ ионы бізде қараңыздар, H+ және хлор минус бар. H+ ионы бізде буферлік ерітінді не бар? Сірке қышқылы бар және оның қышқыл қалдығы бар. H+ ионы қайсысымен реакцияға түседі? Әрине, оның қышқыл қалдығымен. Сонда мынау H-хлордан пайда болған H+ ион ерітіндідегі ацетат ионмен плюс CH3CO минус реакцияға түседі. Нәтижесінде не түседі? CH3OH. Бұл қайтымды болады, яғни мына бағытта өте аз диссоциацияланады, мына бағытта көбірек қосыла бастайды, ассоциацияланады. Енді қараңыздар, мына H+ қайдан келді? H-хлордан келді. Оның мөлшері қанша? Көп па, аз ба? Аз. Себебі буферлік ерітінді аз мөлшерде ғана қышқылдың қосылуын талап етеді. Сондықтан аз мөлшер. Ацетат қанша бар? Өте көп бар. Яғни көп дегеніміз мына қосылған аз мөлшерді қамтамасыз ететіндей жеткілікті мөлшер деген сөз. Яғни қанша да H+ қосылса да сырттан, H-хлордан қанша H+ бөлінсе де, ол ерітіндінің құрамындағы ацетат ионының көптігінен солмен тура әрекеттесіп, белгілі бір мөлшерде сірке қышқылын түседі. Енді қараңыздар, аз H+ пен көп ацетат ион қосса қанша қосымша сірке қышқылы түзіледі? Аз түзіледі. Себебі ең кішімен санаймыз, моль. Мысалға, мына жерде 0,01 моль болатын болса, мұнда 1 моль, онда 0,01 мен мынаның 0,01 түседі, мынадан 0,01 түзіледі деген сияқты айтсақ болады. Сонда аз мөлшерде түзіледі. Енді түзілген бізде қараңыздар, ерітіндіде мынау жойылды, мынау көп болып тұр, бірақ ол бізде pH-қа әсер етпейді. Ацетат ион. Не түзілді? Аз мөлшерде сірке қышқылы түзілді. Түзілген сірке қышқылы не қылады? Ол келесі реакцияға ұшырайды. Қайтымды реакцияға ол H+ бөледі және ацетат бөледі. Қаншалықты деңгейде
өте аз. Иә? Өте аз. Мынау да өте аз болады. Қараңыздар, сонда ерітіндіде не өзгерді? Бізде кішкене аздаған мөлшер сірке қышқылы артығымен пайда болған кезде ол кері диссоциацияланып өте аз мөлшерде H+ ионын бөледі. Оның қышқыл диссоциациялану константасы, біз сірке қышқылын білеміз, 1,74, оның -5 дәрежесі, яғни өте аз мөлшерде мынау болады, өте көп мөлшерде мынау болады. Соның нәтижесінде бізде өте аз H+ болды. Енді өте аз H+, бізде оның алдында қанша H+ болды? Өте аз H+ кетті. Өте аз H+ қосылған кезде, мына өте аз H+-тың мөлшері елеусіз ғана өзгереді. Нәтижесінде pH-қа не әсер етеді? pH-қа әсер етеді, ол H+-тың концентрациясы. Ал бізде H+-тың концентрациясы өте елеусіз өзгеріске ұшырағандықтан, pH-та өте елеусіз өзгеріске ұшырайды екен. Енді сіздермен оқушылар, дәл осы буферлік ерітіндіге аздаған мөлшер қышқыл емес, негіз қосылған кезде ол қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Енді осы сірке қышқылының буферлік ерітіндісіне біз аздаған мөлшерде негіз қосып көрейік, қалай жұмыс істейтінін. Негізді натрий OH деп алайық. Диссоциацияланғанда натрий ионы және гидроксид ионы ыдырайды толығымен, сонда көп мөлшерде OH- болады. Яғни біз қазір осы буферлік ерітіндіге аздаған мөлшер гидроксид ионын қосамыз. Гидроксид ионын қосқан кезде мына буферлік ерітіндіде тағы да натрий ацетаты бар, яғни мынау минус, қалғандары маңызды емес. Осы екі бөлшек, яғни сірке қышқылының молекуласы және ацетат ионы өте көп мөлшерде бар. Және аздаған мөлшер гидроксид ионын қосқан кезде ол қайсысымен реакцияға түседі? Әрине қышқылмен реакцияға түседі. CH3COH нәтижесінде қандай реакция жүреді? OH- H+-ті қосып алады, H2O плюс CH3CO-. Сонда аздаған мөлшер OH- қосылған кезде көп деген мөлшер сірке қышқылымен, яғни сірке қышқылы жеткілікті болады, осыны бейтараптауға. Нәтижесінде реакция бейтараптанады, су түзіледі және ацетат. Ацетат аз мөлшерде түзіледі. Нәтижесінде не нәрсе өзгерді? Мына сірке қышқылының концентрациясы кішкене азаяды. Азайғанның нәтижесінде, яғни ол диссоциацияланып жатыр бізде, CH3COH диссоциацияланып жатыр H++ ацетат ион. Яғни бізде мынау көп болды, өте көп болды. Одан минус аздаған мөлшер алып тастайтын болсақ, өте көптен кішкене азаяды. Яғни өте көп болып қала береді. Бірақ одан сәл төменірек деңгейі. Нәтижесінде диссоциациялануы азаяды. Нәтижесінде H+-тің концентрациясы кішкене өзгереді. Және ацетаттың концентрациясы кішкене өзгереді. Нәтижесінде ол pH-қа аздаған мөлшерде ғана әсер етеді. Енді сіздермен қазір қанның құрамындағы буферлік ерітіндінің жұмысын қарастырамыз. Қазір сіздермен қанның құрамындағы буферлік ерітінді қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Қанның құрамында бізде келесі компоненттер буферлік қызмет атқарады. Ол көмір қышқылы және гидрокарбонат ион. Міне, осы екі компонент. Көмір қышқылы қалай пайда болады? Ол қанның құрамында көміртек диоксидінің еруінен және онда су болады. Екеуі әрекеттесіп көмір қышқылын түзеді. Яғни су плюс көміртек диоксиді түзіледі көмір қышқылы. Қайтынды реакция. Және гидрокарбонат иондары болады. Гидрокарбонат иондары бізде белгілі бір коэнзим ферменттердің осы көміртек диоксидінен гидрокарбонат ионын жасау арқылы осы иондар пайда болады. Нәтижесінде қанның құрамында көмір қышқылы көп болады және гидрокарбонат көп болады. Осы екі компонент. Енді оған аздаған мөлшер қышқыл
түскен кезде қандай өзгеріс болады және буфер онымен қалай күреседі. Қышқыл қайдан келеді? Біз газдалған су ішеміз. Газ суы, минерал суы, иә? Лимон қышқылы, сірке қышқылы шашлыкке қосамыз. Тағы да басқа көптеген болуы мүмкін жемістерде қышқылдар. Соның нәтижесінде ол барлығы еріп қанның құрамына енеді. Қанның құрамындағы pH-ты өзгертуге атсалысады. Алайда қанның құрамындағы буферлік ерітінді ол өзгерісті тежейді. Қалайша? Газды суды іштік, оның құрамында H+ ионы болды. Яғни қышқыл бар, иә? Қышқыл осы көмір қышқылының буферіне әсер еткен кезде кіммен реакцияға түседі ол? Гидрокарбонат ионымен. Гидрокарбонат ионымен реакцияға түседі. Нәтижесінде H2CO3 көмір қышқылын түседі. Бұл бізде аз мөлшерде қосылды. Біз бір ғана стақан газ суын іштік. Аздаған мөлшер H+ қосылады, ал қанның құрамында көптеген мөлшер гидрокарбонат бар. Сондықтан ол жеткілікті бір стақан газды суды бейтараптауға. Нәтижесінде көмір қышқылы түзіледі, аздаған мөлшер. Ал аздаған мөлшер көмір қышқылы көптеген мөлшер көмір қышқылына қосылған кезде көмір қышқылының жалпы мөлшері өзгеріссіз, қатты өзгермейді. Нәтижесінде оның диссоциациялану кезінде түзілетін H+, ол қалай диссоциацияланады? H+ және гидрокарбонатқа диссоциацияланған кезде өте аз мөлшерде жаңадан H+ пайда болады. Және ол өте аз мөлшерде pH, қанның pH-ына әсер етеді. Шамамен орташа қанның pH-ы бізде 7-де 45-тен 7-де 6-ның арасында болады. Яғни аздаған мөлшер біз газды су ішкенімізде қанның мысалға 7-де 45 pH-ы сәл ғана өзгереді. 7-де 43-ке. Егерде көбірек стақан газ суын ішетін болсақ, одан түсе береді. Өте көп мөлшерде біз қышқыл ішетін болсақ, онда ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал енді дәл осындай біз сілтілік орта, яғни негізді қабылдағанымызда, мәселен, сабын тағы да басқа қосылыстар бізде негіздік қасиет көрсетеді. Сонымен қатар кейбір тағамдарда бізде негіздік орта болады. Сол негіз ағзаға түскен кезде ол қанның құрамындағы көмір қышқылымен реакцияға түседі. Нәтижесінде су түзіледі және гидрокарбонат ион түзіледі. Бізге аз мөлшерде гидроксид ионы қосылды сырттан, тағаммен келді мәселен. Көп мөлшерде бізде көмір қышқылы болды және нәтижесінде өте аз мөлшерде гидрокарбонат болады. Және су түзіледі. Судың ешқандай pH-қа қатысы жоқ. Гидрокарбонат түзіледі, не өзгерді? Аздаған мөлшер минус аздаған мөлшер бізде көмір қышқылы азаяды. Ол азайғандықтан H+ке және гидрокарбонатқа диссоциациялану кішкене азаяды. Соның нәтижесінде pH кішкене өседі. 7-де 45 емес, 7-де 47-ге мәселен. Сонда қан біз аздаған мөлшер қышқылды қабылдағанда немесе аздаған мөлшер сілтілік орталы тағам қабылдаған кезде ол қанның pH-ын көп өзгертпей тұрақты қылып сақтайды екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз буферлік ерітінділермен таныстық. Ол өте маңызды тірі ағзалардың pH ортасын тұрақты қылып сақтауға көмек береді екен. Келесі сабақтарда біз бұған есептер шығарамыз. Бүгінге тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.